атаңдың көретін үйі қаңқыраған чөл болса, қатар жатқан көл болса, чөлден аттап өтүчү, көлді сүзіп кечүчү, мұны сондай мал екен, ушу тұрған тұратта қанша қуат бар екен, атын атып сойбаса, андан кейін бұл өрді анан қармап албаса, ат үстінде түгенгір алдырбай тұрған жан екен. Башына чалма чыннышо, салдырбай тұрған жан екен. Деп ошондо муун айтып, андан арын өттөлө, андан ары жылганда, мун ошондо жанагы Акпай деген баланы эми көрүп ал деме. Акпайды көрүп таң белди, жар койногон улактай, агылып түшүп туратай. Карап көрсөм түйгөнгүр жаңы чыккан булактай. Бир башында баланын 60 ердин күчү бар, 17 бал экен. Атаңдын көрүдүн үйү, уйган чаңга кирелик, урустун ыгын билелик. Кара чаңга кирелик, кармаштын ыгын билелик. Чаң көзүнө тололик, анча мынчаң урушта, чында боюн салалик. Туаралына барганда, басташканын кем кылат, топогунуп толгондо, толгонгон жерин жок кылат. Ушу турган бубала, деп ошондо муну айтып, андан ары сал деле, андан ары барганда, атаңдын көрүдүн үйү, муну ошондо жанагы убири көргөн эр агышты көргөндө, башын чайкап кеп айтып, балекетти шумдукту, баламына деп айтып, атпай кытай баласы, карагыла деп айтып, чыканак бою тарамыш, чыным менен булагыш, кыйын экен деп айтып, 42 күнү кан кечип, өжалдашып урусса, чырметип көзүн жумбаган, атаң көрүдүн үйү, чындап карап турбаган, тыным албай урушкан, чына жалдын өзү экен. Кара тажал чына жал, кара тунум бир экен. Ушулламан бар болсо, калың кыргыз багы бар. Атаңдын көрүдүн үйү, бул өңдөнгөн жан болсо, аянбай урус салууга, канчаң эрдин багы бар. Кыйындаң экен шерде экен, кыйкыргандаң өзүндө, кыйлаң өнөр бар экен. Деп ошого таң берип, андан ары сал деле, андан ары барганда, муну ошондо жанагы эл амандын эр төштүк, муну ошондо кадимки өзүң көргөн шер төштүк. 9 уулдун кенжеси, Кудайдын сүйгөн бендеси, эл амандын төштүккө эми көзүн салдышы, төштүктү карап алдышы, төштүктү көрүп таң берип, атаңдын көрүдүн үйү, атамындай болуп жумуру башту бендеде, көрбөгөн мындай беренде, адам уулу кол салса тең келбечү немекен. Жабай кабасы ишке чатталып, көп түйшүккө такалып, жер астынан чыкканы 7 күнчө болуп тур. Мун ошондо мурду жер астында жүргөндө, 29 уулу соруп тур, көп амалы кетиптир. Атаңдын көрүдүн үйү, ушу турган баланын кайраты бойдон тараптыр. Карап көрсөм жөн эле, мун ошондо капырай, ушу турган агыштуу, ушу турган эл амандын төштүгү, атаңдын көрүдүн үйү, адамзаттын көгүшү, кагылайын бул бала, каны калган бир кашык, эти калган көк жашык. Оңбой турган баланын ойрону беттен тайыптыр. Ушу кезде карасам, эбине келбей калыптыр. Астындагы чал койрок чалыгып чарчап калыптыр. Айына келбесе, чын табына келбесе, чын табына келгенде, чуркаганда мал жетпейт, ажалдын ого жетпесе, 4 аяктуу жан жетпейт. Өзүң көргөн чал койрок, атаңдын көрүдүн үйү, үстүндөгү амалмыт, мун ошондо ир төштүк, экөө бирдей чалыгып калган экен түйгөнгүр. Тор этине толгондо
баштагы күнү болгондо үзүлгөндүң улачу чачылганын жыйначу намыска туруп берүүчү айкырып айза салышса өлбөгөн жерден калышса муну ошондо жөн эле жанды кыйып өтчүдөй дөп ошондо муну айтып андан ары барганда муну ошондо жанагы анжыяндын кадимки айры сакал сынчыбек когонгандын козубек бул экөөнү көргөндө атаңгыры дүнүйө козу кара кочкордой коркоңдогон деп койду эркек кара каркадай чоркоңдогон деп койду эки күнү бир түнү алыш кылсаң ошондо жүрбөй калат деп койду кабак жазып баш ачып күлбөй калат деп койду андан ары барганда муну ошондо жанагы 95те карыя тоо таланган олия өзүң көргөн каңгошойду көрдү эле карап көңүл бөлдү эле ошону көрүп алганда ой кытайлык деп айтат бери келгин барың деп карап көңүл бөлчү деп карыса да кошойдо кабат бою белинде атаңдын көрү дүнүйө туулгандан энеден артык экен деп турам атаңдын көрү бул кошой берен экен бул кошой карылык бою болбосо кабат бойдо күч жатат атаңдын көрү дүнүйө карылыгы дебесең кабатында сүр жатат канча жоону бир союп эрекенин билгизген айзагаган бул эр ушу атаңдын көрү дүнүйө алсаң адамдын алы жетпеген шерекенин карачы намыска тууган кара күк атаң ашып эне туп муну ошондой эр болгон телегейи тең болгон көрбөгөн мындай эмени жумру баштуу бендеде көрбөп мындай кызыкта атаң көрүң эр кошой ушул аман бар болсо атпай кыргыз журтунун багына түткөн жанекин деп ошондо нез кара сындап карап алды эле карап алып таң берип атаңдын көрү дүнүйө бир айыбы да бол деди ушу турган кошойдун алганы жаман болуп тур атаңдын көрү дүнүйө артынан жакшы тукум жок ушул жактан кем экен атаңдын көрү дүнүйө жандыр жатым жай албайт же болбосо бугашой кошойго туштап келгенде бөрү жатым бөгөл көз сулуу тандап бербептир атаңдын көрү дүнүйө чоркок бүткөн бир катын алган экен бул кошой катын жактан башындан арманы мунун ушундай калган экен кошойдун артынан тукум оң түшпөй жанган экен кошойду атаңдын көрү дүнүйө арманың иште бул жактан калган экен кошойдо деп ошондо муну айтып эрекен ошо кошой деп айтып жайлаган жоомун мүнтүп аны көрүп алды эле астына минген кадимки кер кабылан чоң күлүк атын көрүп алган соң анда туруп кеп айтат ушу турган кайрамал үкүдөй алын тараган ар качандан бир качан чукканда бөлүнгөн куйрук жалы төгүлгөн тотаң көрүү дүнүйө ай караңгы түн болсо бир изин жаза баспаган чукканда шашпаган атаган ат кайрамал кууп калса жетүүчү качып калса кошойду куткарып алып кетүүчү кайып сындуу мал экен өргө салса жыгылбас атаңдын көрүү дүнүйө аңгеке келип тыгылбас капталында канаты ушундай экен адаты тай калбаган бийиктен кем эмес ташка баскан кийиктен атаң көрүү дүнүйө куюлма шагыл кумулдый куюлтуп катуу кирсе да ыйык жалга жеткизбес зери бийик мал экен байкап көрсөң түйгөнгүр кара терин төккөндө кадимкидей ошондо катуу кара жер менен качырап өтүп кеткенде кара жер бети союлат ушу турган адамга кайдан адам жолугат деп ошондо муну айтып өй бердигин көрүп ал деме 90 күнүң уруссаң кебелбейт кошой кары деп таңын берип баш чайкап эки коңур бир жолой кошусаң ушуң алдырбайт деп ошондо айтыптыр андан ары жылганда атаңдын көрүү дүнүйө муз бурчактай каныны эми көрүп алды эле көрүп алып кеп айтат бул да мыкты деп айтат
Будан еккен тұшында атаңдың көрі дүние, алғанын алып өтүчү, азапқа мінтіп салучу, балбан екен ұшуда, бұл қырғыздың бағына келген екен бұдағы, деп ошондо бек айтып, андан ары барғанда, мұны ошондо жанағы, жамғырчыдай қарының еми көріп ал деле. Жамғырчы көріп алған соң, жамғырчыға қараса, көзі көлдің бұтқылдай, көрінген жанды жұтқыдай, қарағанда жөнеле, бөрің ажал тик көзді, мұн ошондо қараса, өкім өткір тик сөзді, ошоны көріп алған соң, ошо кезде мұн айтат, ағылайын ерендеп, бұда қырғыздан шыққан берендеп, сайса найза бойлы боз терең екен деп айтат, енеден жеке туылған берен екен деп айтат, айтқанындай бар екен, 30 күннің ұрыссаң, тике маңдай тұрыссаң, белчеспештен ұрышқан, талдым деп жатып қалбаған, талуға найзаң қармаған, ей солудым деп қалбаған, собылып найзаң алучу, соғышқа мықты жан екен, намысқа туған қара көк, шалдайып жүнтіп албаған. Бұшылыңды жан екен, ұрышқан жанын ұтучу, ұшылыңды ған екен деп ошондо мұң айтып, көп қытайды мұң айтып, өзің көрген ез қара, эми қарап болғондо, аралап үйтіп қырғызды, қайрылып келіп ошондо, Боздөбөгө токтоду, ошо кезде кадимки Ерманасты жоктоду, ошондо туруп кеп айтат, кеп тыңшаган тыңчылар, эй суурук сүрчү сынчылар, эл ичин кирип аралап, карап кирип аралап, Манастын жайын билгиле, келип тирби манасы, так ошону билгиле, келбесең аннык манасы, Керишти кыйын салалы, кыйын сынган кыргыздын, атынан жыгып дөсүн, миннип алып ошондо, атын тартып алалы, аламатка кыргызды, так ошондо салалы, бар бекен Манас дөсү, жок болсо Манас дөсү, түбүнөн казып ор кылып, кайнатып ийип шор кылып, атынын тартып алалы, сураса бербес күлүккө, сугу курук салалы, кыйын сынган кыргыздын, кыздарын тартып алалы, кызын катын кылалы, катынын отун кылалы, кыйын сынган кыргызды, тагы шинтип кыралы, ажыратып калуучу, арстаны Манас жок болсо, кылычтыгындан суралы, кылычтыганга бойлойлу, деп ошондо кез кара, минтип айтып ийгенде, кеп укканга шаттанды, сөз аңдыған тыңчылар, ошо кезде карасаң, 700 аттанды, аралай чаап кыргызды, сөзүн аңдып тыңшаптыр, мун ошондо кыргыздар, келбеди Манас баатыр деп, кечте жаткан кеп экен, мун ошону укканда, келишип айтып калыптыр, жок экен ушу төсү, ат көтөргүз дөсү, кара тоонун төбөсү, калың кыргыз төбөсү, канга туган ошону, канкор Манас ушунда, келбептир Манас ушунда, деп ошондой дегенде, айы тууп салгандай, атпай кыргытай баласы, бир кубанып алышты, күнү тууп салгандай, көңкү кытай баласы, көп кубанып алышты, көк жалын Манас жок болсо, ушу турган куу журтка, ушу өлөңдү бу журтка, аябай зордук салалы, четинен тартып малды алып, андан кийин түгөнгүр, кайза салып жанды алып, канын суудай агызып, ушу турган кыргызды, мындай кызык салалы, өлгөнүнүн үстүнө, көмгөнүндөй кылалы, кыйын сынган кыргыздын, тал терегин кыялы, өйдө өлөтпөй кыралы, үрөндүк кара тарууну, куургандай кылалы, тукуму менен кыргызды, суургандай кылалы, тамыры менен теректи суургандай кылалы, ушу турган кыргызды айдап жүрүп кыралы, түбүнө түптөп жетели, түгөл кырып кетели, башына балта чабалы,
балекет минтип табалы, айза сайы өтөлі, атаңдың көрі дүние, жерін елеп қалалы, қарасаң ұшу қарқыр, жер сорысың екен ғо, белге белді бұралы, қарап көрсің түйген күн, адырдан арқар құйылады, адырдан арқар құйылса, адырдың чөбі сұйылады, бұдырдан бұғы құйылады, бұдырдан бұғы құйылса, бұдырдың чөбі сұйылады, күнгейінден ұшының күкігі сайрап таңшыған, тескейінден ұшыны елгі сайрап бақырады, атаң көрі дүние түзіңде түлкің ойнап тұр, қарап көрсем ұшында қапшытында қайрандың, қаршқыр бөрі жойлап тұр, қойын ойнайды қоқтыда, жерде мындай болуы ағылған сусу мың екен, атаңның көрі қытайлық жерін тартып алалы, ұшы тұрған қырғызға аламат күнді салалы, дев ошонда оң төрі, қылымды білген чоң төрі, қытайлықтың қаңырбай, мұн ошонда чоң қалдай, айтып иіп тұрғанда кебін ұғып бақырып, мұн ошонда тұр өңгір, өзің көрген чоң жолой, қарап қантып тұрам деп, кемеге көзді кетіптір. Атаң көрі дүние, етін тартып жебесім, вандай мұндай дебесем, қая шаяқ қылғандың, башын жылу ұрғытып, ұшы тұрған қырғызды, сандан санын шығарып, кеңеште жоқ, кепте жоқ, жаман жұрттан қылбасам, өйдел өтпей сой болсам, деп ошонда жанағы қытайлықтың чоң жолой, кемеге басып барып тұр, атаңдың көрі дүние, кемеге де бүлікті тағы ошонда салып тұр, 6 қазан етті жеп, анда да той бой қалып тұр, оңбой тұрған чоң жолой, опыза кебін салып тұр, ертең күні болғанда қытайлықтың нез қара, мұны ошонда оң боғыр, бері кел деп шақырып, өзің көрген қадым ез қаралап бақырып, мұны ошонда береге, ез қараң ұшу кеп айтып, кеп айтқанда деп айтып, бері кел ұшу боқ мұрын, келгін бері маға деп, келген жерде кетіп, атаң көрі дүние, атасың өлген жетім деп, жөн жүрбеген жесір деп, атаңдың көрі дүние, сені ненең жесір деп, өзің ұшу жетімсің, жөн жүрбестен ел жиған, кесіріңе қантейін алып келгін маға деп, жанағы күллік малыңды, атаңдың көрі дүние, шаңы башқа көрінеді, құлағында шамы бар, тұяғында жағы бар, ұшы тұрған жаны бар, атаңдан қалған малыңды, маникерді бергіндейм, аздыр түйшіп бересің, айтқаныма көнесің, беренжісін байланып, бейжіндік минер мал екен, қалдай минер мал екен, қақан жұртын айланып, қақандық минер мал екен, бересің маға малды деп, бербесең ұшы түгенгір, көресің менден қанды деп, мұны ошонда жанағы. Оңбой тұрған ез қара, бұйрығын айтып қалып тұр, бұйрық кебін тоқтабай, мұны ошонда береге, чыйрақ туған боқ мұрын, мұны ошонда кеп айтат, ой абылғай деп айтат, аш берген киши күн өкір, той берген кишиң айыпкер, айланайын абаке, бізде да баштық болучу, башчылар менен кеңешіп, андан кейін берелі, берер болсоқ мұны айтып, бербес болсоқ мұны айтып, бири кеңешіп, кеңеші жоқ иш қылсам, кесірді қошой абабыз, башыбызды кеспейбі, атаңдың көрі дүние, ектен илі ошондо керегенім башына, кере чап қойбойбу, абабыз біздің қан қошой, тақ ошондо сойбойбу, бекер кеңеш салбайбыз, жөндөп жатып қалбайбыз, айланайын абаке, кеңешінде қары бар, бір кеңеші балалы, эби келсең ат беріп, эбиң анық келбесе, есебін тап кеп беріп, анан жобын айтайын, қоқуябай антпе деп, аттын өзін бұрып тұр. Ыйламсырап ошонда жанағы тұрған қошойдың, ошондан алдына ғана келіп тұрып. Ей, арман қандай бұлыт деп, айлағандай бұлыт деп, ұшы тұрған қытайлық, көзін артты малға деп, хандан кейін түйген күн, башын бұрып қалбасын, қара башыл жанға деп, айланы қандай қылапыз, деп ошондой дегенде, таң көрі қан қошой тұрып кеп айтат,
қамалған екен елім деп, таланған екен жұртым деп, атаңның көрі бұғытай, қастарын тиіп келіптір, усы тұрған қырғызды алайын деген екен ғо, аламатты қырғызға салайын деген екен ғо, түбіңе чоғу бүгінде жетейін деген екен ғо, башыңды қойбай біріңдің кесейін деген екен ғо, қалың қазып орыбың қайнатып иіп шорыңды қылайын деген екен ғо, адам қылба соныңды атаңның көрі дүниеге келішінде жол болчу. Келгені башқа болучу, кесірлі Қытай жұртының жүріші башқа болучу. Өй жүргені башқа болучу, көчө келгенінде кеп жатқан атаңның көрі дүние, жүріші башқа оң боғыр, эми мында келген соң балени башқа бүгінді салайын деп келгендер, жер жайнаған Қытайды усу кезде бақасам бұлайын деп келгендер, аммеғанда қылабыз сұраса бербес күллікке, суғы құруқ салғаны усу кезде түгенгір өліңгі башты чалғаны. Ей ажал іздеп чыр іздеп атайын чырдан қалғаны, емің айланы қандай қылабыз ой. Ей сұраса берсек бұл малды Сұлтан Манас жан еле, оғышол тұрған қамманас, қабар ұғып қалғанда есі болчу көп елдің менден сұрақ қылбайт деп, ошондо сынған албасын қары дебе башымды, улу дебе жашымды, атаңдың көрі дүние қар теркештей сой болсын, эки көздің ой болсын, андан көрі құлыным араға киши салалы, таласта жатқан Манасты тағушында тавалы, деп ошондо жанағы эмиң айтып қалғанда, атаңдың көрі дүние аван қошо ер мұрын, мұны ошондо боқ мұрын, түн ортосу болғондо, жыбырап жылдыз толғондо, елден алды жатқанда, атаңдың көрі дүние, түндүн мұзда қара жел, қоқтудан ылдый ұрғанда, аушы тұрған көп Қытай, қоңыруққа баш ұрып, ұйқыға қату кеткенде, жан адамға білгізбей, жан адамға көргізбей, мұны ошондо береге, қадымки туған айдар, ер айдарды чақырып, жайма көкіл жашайдар, араға киши салбасақ, Қамманасқа барбасақ, қара тонын төбөсі, қалың қырғыз төрөсі, еренде жиып албасақ, мұнда Манас келбесе, бүлікті башқа салатқо, күлік тұрмақ қужанды, тақыр сұрып алатқо, оңбоған Қытай оңбойтқо, бири бізді бүгінді, тағы шында Қытайлық, түрі бізді қойбойтқо, айтқан кебім чыңда деп, мұны ошондо жанағы, өзің көрген қошойды, алақандай қат екен, қатастынан ошондо өзі жазған ат екен, мұны ошондо кеп жазып, сандырғалы Манасты салды бізді бүлікке, көкөтөйдің баласы көрсетті бізге қызықты, көкөтөй қатыр өлген деп, қалқ çoğulup gömgön деп, өлгөнү 5 жыл болгон деп, атаңдын көрі дүние қана тағаң аш қылып, мұны ошондо түгенгір анжияндан көчкөндө алып келип ушуну атаң көрү жанагы үчкеген башы аркыра ошо жерге конгон деп, калк чогулуп толгон деп, мусул жерде калың журт кадимкидей ушунда калкты күтүп калган деп, камалап Кытай мол келип, кайнап калың кол келип, төбөбөдөн кудук казды деп, төртүлүктү чачты деп, ажыратып калбасаң, азгана кыргыздын эркегин байлап кул кылып, катындардын барысын алдап алып күн кылып, түпкө чогуу жетет деп, муну ошондо кыргыздын бир карманын бумтип, такыр үзүп кетет деп, Кошой деген ат үчүн атаң мага келбестир, калың кыргыз элдиң айт, эл дегенде тура албай, эрен тууган кайранжан, элим кантиң экен деп,
мұны ошондо түгөнгүр түнда болсо жол алар айтып барсаң у журтту ушу кубурда калган бу журтту ажыратып калсын деп элдин жайын айтарсың. Кошойбай мынтипке айтам, ушу турган канчаган атын укканда камарап манас койбос деп бөлүнгөн экен өзү деп тартсын дүмөк кызыкты көрсүн ушу көзү деп карабай коёр көзүмө андан көрөк түйгөнгүр калк айласын сен айтсаң намыска тууган жан эле калк дегенде кайраншыр ичкен ашын коючу бир намыстуу бала эле калктын жайын айтарсың канкор манас келбесе ажыратып калбаса бүлүктүү башка салат дейм муну ошондо кыргызды такыр союп чукулуп арманга башын салат дейм деп ошондой дегенде өзүң көргөн жашайдар жан адамга билинбей ала кандай каталып муну ошондо жанагы таласты кезде аттанып эми жүрүп кетеле жуурап жылдыз толгондо жылдыз менен тең жүрүп таң качкайып сүргөндө жерге жарык түйгөндө маникер күлүк малекен танаасынан буу чыгып тар колтуктан суу чыгып өзүң көргөн маникер азда учуп алып тур жебедей учуп жетип тур атаңдын көрүү дүнүйө жайнап жаткан калың кол муну ошондо кең колго төрөңдүн сайган багына төрткүлдүн төмөн жагына канкор манас көк жалдын куруп койгон ак сарайдын өзүнө эми барып ошондо төрөң манас кабылан атаңдын көрүү дүнүйө ордосуна бар деле ошо кезде карасаң ордосунда момундай жолоп адам барбаптыр жолборсу 9 төлдөп тур атаңдын көрүү дүнүйө кең тараста маназдын сарайынын карасаң калга темир сомгалай салтанаты бир далай эшик баккан сакчысы атаң көрүү дүнүйө муну ошондо барганда өзүң көргөн жашайдар түз манаска бара албай барсам өлүм болом деп муну ошондо жанагы айлап эле ой тапкан амал менен жол тапкан кара сурдун сулуусу аял заттын нурдусу кең этектин тазасы аял заттын башасы өзүң көргөн жанагы 12 кыздын бендеси муну ошондой кенжеси өзүң көргөн жанагы артык тууган каныкейдин үйүнө өргөгө жакын бар деле кара сурдун сулуусу каныкейдин үстүнө эми кирип барганда муну ошондо жанагы көптү билип көп көргөн көсөм чалыш жеңеңиз артык тууган каныкей атаңдын көрүү дүнүйө үзүлгөнүн көп уйлап жетик болгон каныкей чачылганды көп жыйнап канык болгон каныкей айтар сөздү көп билип анык болгон каныкей ошол кезде батырдын келгенинен билиптир айдар өңдүү баланын түнү катып жол басып келгенинен билиптир ошол кезде жашайдар жеңекелеп кеп айтып жемек сөзүн бек айтып айланайын жеңекке калдык жаман бүлүккө от чабам деп моминтип атабызга аш кылдык аш булбасак куруйлук төбөбүзгө муш кылдык атаң көрүү дүнүйө атабыздын кызы каш кылабыз деп калк жыйып кызыкка жаман калдык деп кызы талак Кытай журт калкын жыйып алды деп калың кара кол менен кайнаган канча жол менен оңбой турган кытайлык келди бүгүн мында деп ошол кезде кебимди калың журтум тыңда деп айтып эми турганда каныкейдей жеңеңе кебимин түйүп урганда камалып журту калганда кан кошойдой карысы муну ошондо биреги эрбок мурун дегени ушулар кеңеш салды деп кеңеш менен ушунда бери келип калды деп мынтип айтып турганда ошо кебин курганда атаң көрүү дүнүйө жана кара сурдун сулуусу аял заттын нурдусу акылы жетик айымың муну ошондо жанагы өзүң барба бала деп барганның ишиң чалла деп
қаңқор туған манасқа барған киши болуың ақырың үшін оңы ой құлыным тыңда деп усул тұрған манастың жайы бөлөге жан еле қары бөлөк қан еле барбақ оқи жүргін деп алды менен ошондо хабар берип айттырып қамбақайды чакырып қырықтан туған қырық ерен ошондо қырық батырдың барыны ақ отоң үйгө киргизип атаң көрү дүнүйө шар экенин билгизип ошо кезде жеңекең барың үйгө толгондо муну ошондо жеңеңиз атаңдын көрү дүнүйө ээрчитип алып баланы эре манас төрөнүн өргөсүнө киргизип киргенде батыр билиптир атаңдын көрү дүнүйө көңүлүм буга уруп тур көбүрөөк карап туруп тур так ошондо бириги өзүң көргөн өнеңиз жеңеңиз туруп кеп айтат төрөң укчу деп айтат көңкү кыргыз калың журт көбүнөн келген каты бар ушу каттын этеги калка тасы кадимки каңгошойдун аты бар деп ошондо жеңекең илберинки кол менен муну ошондо төрөгө катын сунуп турганда өзүң көргөн зор төрө жанындагы ажыбай ката кылган ал болуп катын ачып карасо муну ошондо жанагы эр кошойдун каты экен кат башында кеп айткан арман менен дат экен айланайын төрө деп жаман болду бизге деп атаң көрү дүнүйө куткарар жагын изде деп айтып келин толгон соң аягынан ат коюп бармак басып мөр коюп мынтип кошой жазыптыр ыйдан бүткөн каты деп муну ошону көргөндө муну ошондо төрөнүн жайы бузулду атаң көрү чоң төрө кырым кыргыз ыртына кыйлаң арткан чоң төрө ошо кезде карасаң эки көзүң ошондо күүгүм тумандап атаңдын көрү дүнүйө кар бетинен айланып кайра жачу булуттой каарланып калганда өзүң көргөн кырк чоро оңбой турган манастын өнөрүн билген бул чоро алыстап качып калыптыр атаңдын көрү дүнүйө каар чайнап кекерлеп муну ошондо оң төрөй ошо оң төрө кызык кылгынта кылса кылып ийсин деп ушу турган кыргызды кырса кырып ийсин деп кеңеште жок кепте жок калат деген эмне атаңдын көрү дүнүйөң арты менен кошойго ошо кошойду моминтип барат төгөн эмине карган аба көкөтөй топурак салып кол созбой калат деген эмине зыйнатын абанын барбайт деген эмине өлгөн кишиң өлүптүр өлгөнүң журту көрүптүр кабары жетпей кат жетпей калат деген эминең ушу менен тигенгир камалышып моминтип ошо кезде зор манас кан ичмеси кармады калгадай кашка тиш ошо кезде карасаң калайыктан башка тиш качырата чайнады ошо кезде төрөңүз чыңгарынан алганда жүзү кара сур болду атаңдын көрү дүнүйө муну ошондо төрөңүз колго кылды чаларда ушу турган айдардын башын кесип саларда өзүң көргөн конукей айдардын өтүп артына муну ошондо түйгүнгүр биз эптилин салганча буйругуң эки болбогон будан төрө манастын буйругун бузган оңбогон жарлыгың эки болбогон жалдуу төрө манастын жарлыгын бузган оңбогон муну ошондо төрөңүз карма муну карма деп алып башын жайла деп кабары суук балла деп атаңдын көрү дүнүйө кабар салбай абага калат төгөн эмине топо салбай абага калат төгөн эмине зыйнатына турбастан ушу турган көкөтөй карың өтсө тигенгир
қалқа тасыған манас қалат деген еміне, хабар бербей хат жазбай ұшы тұрған қарқыра қонот деген еміне, өз білгенде бұғыр қыз болот деген еміне, деп ошондоған манас бұйрығын айтып игенде епчили серрек жетиптир, өзүң көргөн баланын қолың қармай кетиптир, қалбай урган тазбаймат оң жағынан жетиптир, оң қолынан алыптыр, сүйреп келіп баланы қия тұрған болғондо, мұн ошондо қайран жеңген қаны ки, арқачандан бір қачан ақыл тапқан бұл бір жан, алдына чуға қалыптыр, бір атадан уялаш айланайын манасым, жалғыздың жолын буачы, бір уянын жалғызы, жалғызға тиіп нетесің, жалғызды сою бигенде, ой төрім қаймұрансқа жетесің, атасы көріп кечінде, атаңдың көрі дүние, 60 келген кезінде, 90 кен атасы, 80 кен енесі, атаңдың көрі дүние, алдынан өткен аға жоқ, артында қалған нене жоқ, еш болса ұшында, атаңның көрі дүние, ежеден туған жені жоқ, атаңның көрі дүние, қарындаш туған бөлі жоқ, жалғыз екен қиядан, бір ұшындай момындай, жалғыз екен ұядан, бөлікі тиіп нетесің, жалғызды сою бигенде, қаймұрасқа жетесің, баштығында тұрбайбы, жазық қылған ұшында, тақ ұшында не жазық, төресі бұзық тұрбайбы, ұшы тұрған балада, тақ өзінде не дезік, тақ өзіңде жалғызды, бір ағадан қиялаш, өсіңіңді бұдағы бір ұядан жалғызды, мұны ошонда қарасыр, жалғыздың башын кескенше, жалдыратпай өзімді, башымды кесіп өткіндеп, қаныш тұра қалғанда, мұны ошонда қамбақай, арыстан төрі манасты, ач билектен алып тұр, ақыл айтып қалып тұр, бақайдың жайын сұрасаң, қанқор туған манасты, салып жүріп тамғылған жайып жүріп торғылған. Қазып жүріп орғылған қайнатылы қырғызға қадим кидей чоң қылған, аваң бақай ақ жол той алдыға жүрсе сан қол. Мұны сондай жан елең өзің көрген аваңдан арынөр түрлі бар елет бал шекерді ұзын тіл, аваң ұшы момындай, тезге чечен жан еле, төрі манас қойғын деп, төбесінде бұзыққу, аяғы келсе нетесің, айтқанына көніп тұр, қабарға бүрі келіптір, бұзған екен санасын, тети жерде жанағы, көкөтөйдің боқ мұрын, атан көрі дүние, барсаң кесіп аларсың, ошоға бүлік саларсың, ортаға жүрген чаварманды сойғондо, не мұразға жетесің, андан көрік түгенгір, қалың қара бұқара, қалқа бүлік түшіп тұр, көчіп түшіп көп қытай, өміліп жатып қалып тұр, авале кетті салуға, ұшу тұрған қырғыздың қандығын тартып алуға, қалжайтып ұшу қырғызды алдына салып қойғылып, айдайын деп қалып тұр, бөрің өңді бір-бірден жайлайын деп қалып тұр, ұшу тұрған қырғызға бүлікті башқа салсам деп қамын ішіп қалып тұр атаң көрі дүние. Алдынан тозы барғанда, не мұразға жетесің, андан көрі дүние, қалың қолды жиялы, ұшу тұрған қырғызға, бүгін бір қызматты қыл алыңыз.